Бәріңізге сәлем. Бүгін өте керемет оңай печеньелер жасайтын боламыз. Ол үшін майымызды ерітіп, қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де жұмыртқамызды жарып саламыз. Енді ұнымызға какаомызды, разрыхителімізді салып араластырып, аз-аздан массамызға салып араластырамыз. Қоюлығы осындай болу қажет. Одан соң қолымызды майлап алып, осылай қасықпен домалатып алып, қолымызға шариктер жасап, осылай қойып шығамыз барлығын. Енді үстінен басып шығамыз. Және де сахарный пудра сеуіп шығамыз бетіне. Формасын жақсы ұстау үшін M&M'стер салсаңыздар болады, ортасынан бөліп немесе домалақ қылып. Міне бізді 180 градуста 10 минуттай пісіреміз. Бетіне өздеріңіздің еркілеріңізбен сахарный пудра сепсеңіздер болады. Видео ұнаса жазылып кетіңіз.